Сәлем, бүгін өтетін тақырыбымыз қош келдіңіз. Мына сөздерді есіңде сақта. Ас үй. Ас үй жабдықтары: пышақ, шанышқы, қасық, тәрелке, кесе, тоңазытқыш, пеш, үстел, орындық. Енді қонақ бөлме. Қонақ бөлме жабдықтары: диван, сағат, сурет, шам, кілем. Жатын бөлме жабдықтары: сөре, жастық, көрпе, төсек, шкаф. Жуынатын бөлме жабдықтары: тіс пастасы, сабын, сүлгі, тіс щеткасы, қол жуғыш. Ендігі тапсырма: сөздер мен суреттерді сәйкестендір. Өзіңді тексер. Бірінші сурет жатын бөлме, екінші сурет ас үй, үшінші сурет жуынатын бөлме. Келесі тапсырма: сәйкестендір. Өзіңді тексер. Бірінші сурет тоңазытқыш, екіншісі жастық, үшіншісі кесе, төртіншісі сүлгі. Мына нәрсені есіңде сақта: алдында, үстінде, жанында, артында, астында, ортасында. Ендігі тапсырма: тәрелке қай жерде тұр? Өзіңді тексер. Тәрелке үстелдің үстінде тұр. Орындық қай жерде тұр? Орындық үстелдің астында тұр. Шам қай жерде тұр? Шам суреттің алдында тұр. Мәтінді мұқият тыңда. Асан 2 қабатты үйде тұрады. Бірінші қабатында жуынатын бөлме мен ас үй, екінші қабатында қонақ бөлме мен жатын бөлме. Асанның үйі әдемі әрі үлкен. Ендігі тапсырма: дұрыс бұрысын анықта. Өзіңді тексер. Асан 3 қабатты үйде тұрады. Бұрыс. Ас үй бірінші қабатта. Дұрыс. Жуынатын бөлменің үстінде қонақ бөлме бар. Дұрыс. Асанның үйі кішкентай. Қате. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол.